Глобус деген сөз латын тілінен аударғанда шар деген мағынаны білдіреді. Глобус жердің немесе басқа планетаның кішірейтіліп жасалған үлгісі. Глобус құрлықтар мен мұхиттардың орналасуын жалпылама көріп білуге ыңғайлы. Алғашқы глобусты біздің эрамызға дейін шамамен 150 жылы Кратет Мальский жасаған. Глобустың білігі шығып тұрған жоғарғы нүктесі солтүстік полюс, ал төменгі нүктесі оңтүстік полюс деп аталады. Глобустың градус торы ненің қай жерде орналасқанын көрсетуге арналған. Теңізшілер, ұшқыштар, басқа да мамандық иелері өз бағыттарын осы тор арқылы анықтайды. Глобус бетінде жоғардан төмен қарай, яғни солтүстік полюстен оңтүстік полюске тартылған сызықтар меридиан деп аталады. Барлық меридианның ұзындықтары тең болады. Меридиандарды кесіп өтіп жатқан сызықтар параллель деп аталады. Яғни ешқашан қиылыспайтын, қатар жатқан сызықтар. Глобуста полюстерден бірдей қашықтықта орналасып, жер шарының тура ортан белінен тартылған ең ұзын параллель экватор деп аталады. Глобустың жоғарғы жағын солтүстік жарты шар, ал төменгі жағын оңтүстік жарты шар деп атайды. Меридиандар ретін нөлдік меридианнан бастау саны келісілген. Нөлдік меридиан сызығы глобусты екіге, батыс және шығыс жарты шарларына бөліп тұрады.